Сәлем достар, жындар көзге көрінбейтін құбылыс. Біз бүгін сіздерге жын кірген адамдар мен жындардың адамға деген шабуылын көрсететін боламыз. Бұл адамның қиналғанын көрген дәрігерлер бірден ауруханаға алып барады. Бірақ бұның қиналғанын емес, жын кіргенін байқаймыз. Бұл видео интернетті де қорқытып біраз шу болды. Ал бұл оқиға Үндістандағы қонақ үйде орын алды. Бір кезде бөлменің есігі өзінен өзі қатты ашылып, оң жақтағы жатқан адам белгісіз және біртүрлі қимылдар жасай бастайды. Тағы Үндістанда болған оқиға. Камера терезедегі бір мақұлықты түсіріп алады. Сосын ол көрпенің ішіне кіріп кеткендей болады. Ал келесі жағдай дүкенде орын алды. Мына адамға жын кіргенін байқаймыз. Бұл адам жынданып тұрып, құлап қалады. Тура сол уақытта дүкендегі заттар да құлай бастайды. Және бір белгісіз көлеңке камераға түсіп қалады. Мына адам өз жұмысынан қайтып бара жатқанда алдынан жын шыққандай болады. Бұл видеоны адамдар басында монтаж деп ойлады. Сосын оның шын екенін түсінді. Мына видеода да дәл сондай оқиға орын алды. Біздің қазақ жын шайтанды сайтан, пері, албасты деп атаған. Ал жын кірген адамды Құран оқып емдейді. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашанда жіберіп алмайтын боласыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұр Хамид. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.